Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 7 сынып физиканың 2-2 жаттығу есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есепте бізге мына жағдайлар үшін бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс графигін сызыңдар дейді. В берілген және x бастапқы орны берілген 0-ге тең. Енді осы жағдайлар үшін график сызуымыз керек. Неге мына жобамен біз 18 км сағаттың қай жерде тұратынын белгілеп жаздық. Енді ә жағдайында былай дейді. В тең 5 метр бөлінген секунд, x-ның бастапқы орны 2 метр дейді. Осы жағдай үшін график салуымыз керек. Ол графикті былай етеміз. Мына жағын Т деп аламыз. Бастапқы орны 2 болатын болса, одан кейін жылдамдығы 2-ден былай қарай жылдамдық жүргіземіз қандай да бір. В тең 5 метр бөлінген секунд. Енді Т мен S-тің қиылысқан жерін белгілеп аламыз. Неге біз графигімізді сыздық. Енді екінші есепте не дейді? Екінші есепте суретте пойыздың бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс графигі көрсетілген. Пойыздың қозғалысын сипаттаңдар, мына сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Пойыз координата осінің оң бағытында қанша уақыт қозғалды, қанша уақыт аялдамада тоқтап тұрды, ол координата осі бойынша теріс бағытта қанша уақыт қозғалды, оның аялдамаға келген мезеті координаталары қандай дейді. Енді бұған бізге график сызып көрсетіп қойған, тек біз әрбір жағдай үшін жазып шығуымыз керек. Шешуі бірінші А жағдай үшін Т тең 2 сағат оң бағыт қозғалады. А жағдай үшін Т тең 2 сағат. Арасы мінеке тоқтап тұрған уақытысы 2 мен 4-тің арасы, демек 2 сағат тоқтау уақыты. Және бұл жағдай үшін Т тең 2 сағат теріс бағытта қозғалған үшін. Және В жағдайында x бастапқы тең 0, x тең 120 метр. Г жағдайында бізде S0 тең 0, S жалпы, S1 қосылған S2 тең 240 километр. Неге біз сұрақтың жауабын жазып шықтық. Енді ал келесі үшінші есепте бізде 2 денен қозғалыс графигі берілген. Және осы график бойынша қайсының жылдамдығын үлкен кішісін анықтау керек. Мен берілген алдын ала жазып қойдым. Енді шешуін орындайық. Жылдамдықты анықтауымыз үшін біз бірінші берілгені бойынша жылдамдықты есептеп алуымыз керек. В1 тең S1 бөлінген Т1. 50-ді 40-қа бөлеміз, 4-ке бөлеміз. 12-де 5 метр бөлінген секунд. В2 тең S2 бөлінген Т2 тең 30 бөлінген 5 тең 6 метр бөлінген секунд.
Міне, екі жылдамдықты анықтап алдық. Енді бізде сонда V1 үлкен V2-ден. Мінекей жылдамдықты анықтап алдық. Келесі төртінші есепке қарайық. Төртінші есепте бізде былай дейді. Бір қалыпты қозғалыстағы материалдық нүктенің Т1 уақыт мезетіндегі координатасы 4 сантиметр, 6-2 уақыт 4 секунд уақыт мезетінде координатасы -1 сантиметрге тең дейді. Осы материалдық нүктенің жылдамдығы мен графигін қандай дейді. Енді берілгенін жазып қойдық. Жылдамдығын табуымыз керек. V тең S бөлінген Т. S-тің орнына біз бастапқы және соңғы орнын бір-бірінен азайтамыз. X2 азайту X1. Дәл солай уақыттарды бір-біріне азайтамыз. Т2 азайту Т1 тең -1 -4 бөлшек 4 азайтылған 2 тең -5 бөлінген 2 тең -2,5 сантиметр бөлінген секунд. Неге жылдамдықты анықтап алдық. Соңғы 5-ші есепте не дейді? 5-ші есепті қарайық. Егер өзеннен жүк таситын теплоход ағыспен 600 км тәулік жылдамдықпен, ал ағысқа қарсы 336 км тәулік жылдамдықпен жүретін болса, өзен ағысының жылдамдығы қандай дейді. Олай болса, шешуі бұл есепті былай шығарамыз. Бірінші, мұна тәулікпен берілген километр сағаттардың барлығын біз километр сағатқа айналдырып аламыз. V1 тең 600 километр бөлінген тәулік тең 600 бөлінген 24 километр бөлінген сағат. Тең 624-ке бөлсек 25 километр бөлінген сағат шығады. Дәл солай V2-ні анықтап аламыз. V2 бізде 14 километр бөлінген сағат шықты. Енді екі қозғалыс бойынша теңдеулер жүйесін құрамыз. V қарсы қайықтығы қосылған V өзен тең 25 километр бөлінген сағат. Ал V қайық азайту, яғни қарама-қарсы жүзген кезінде өзен тең 14 километр бөлінген сағат еді. Ары қарай былай етеміз. Осы жерден V қайықты өрнектеп шығарамыз. V қайық тең 25 азайту V өзен. Астында да V қайық тауып аламыз. 14 қосылған V өзен. Енді екеуін теңестіретін боламыз. 25 азайту V өзен тең 14 қосылған V өзен. Сандарды бір жаққа, өзендерді бір жаққа жібереміз. 25 азайту 14 тең 2 V өзен. Ары қарай V өзен тең 25 азайту 14 бөлінген 2 тең 5,5 километр бөлінген сағат. Неге соңғы 5-ші есебімізді де шығардық.